Төбелес басталғанда кімнің анасы Бишімбиеваның әрекетін айтып беріңізші. Бишімбиева. Көрген жоқпын. Екінші төбелесте де көрмедіңіз ба? Жоқ, көрген жоқ. Екінші төбелесте даусын ғана естідім, айттым жаңа жауап. Не деп айтты даусында? Шыңғырып айғайлап атты, нақты есімде жоқ. Шыңғырып айғайлап жатқан кезде неге тоқтамадыңыз онда? Тоқтадық біз. Кімді тоқтадыңыз? Тоқтадық. Бәріміз кетіп қалдық қой, ол жерде қасқағым сәтте ғана бір 2 минут болар болмас, 1,5 минут па сондай ғана болды төбелес. Ол жерде айғайлады, сосын біз кетіп қалдық бәріміз. Айғайға жеткізбей сол неге бұрылып кетіп қалмадыңыздар онда барлықтарыңыз? Сіз қазір айғайлайсыз ба деп мен ол кісіне барып сұраттым. Жетелеуші сұрақ қоймаңыз. Жетелеуші сұрақ емес. Нақты сұрағыңыз қойыңызшы, мемлекеттік айыптаушы. Келесі сұрақтарыңыз. Айқаламай тұрғанда, төбелес басталмай тұрғанда неге бұрылып кетіп қалмадыңыздар барлықтар? Сіздер көріп тұрсыздар ғой, сіздер ол кісілердің айғайлайтынын білген жоқпыз. Жақсы, мемлекеттік айыптаушының сұрағын былай қойыңызшы. Сіз жаңа айттыңыз. Гайпаев телефон шалғаннан кейін жинала бастады дедіңіз. Үлкен тыныш жігіттер жинала бастады. Сол кезде төбелесі басталатынын, бізді ұратынын білдім деп тұрсыз. Дұрыс па? Егер мен шақырмасам. Бізді ұрып тастайтынын білдім деп айттыңыз жаңа. Дұрыс па? Сол кезде егер біліп тұрсаңыз ұрып тастайды. Сіздерді біреу бөгеді ма кетіп қалуға, ұстап тұрды ма жібермей, әлде сол уақытта неге кетіп қалмадыңыз? Мемлекеттік айыптаушының қойын деп тұрған сұрағы осы деп ойлаймын. Нұрғанат өзі жібермеді. Оның үстіне менде Шерзатты күттім. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Енді ана жерде сіз өзіңіз айтып тұрсыз ғой. Бір топ балалар жиналып, өздері үлкен, ірі, денелі. Мен сондықтан екі інімді шақырған болатынмын. Неге шақырмай өзіңіз кетіп қалмадыңыз? Әскентайды ысқақты алып, неге кетіп қалмадыңыз сол кезде? Бізді заявление жазады деп ойлап қалды ол кісілер. Өйткені 102-ге хабарласпаңдар деді. Мен балама іс қозғалады. Енді айта салмадыңыз, арыз жазбайын, кетеміз бірақ біз. Шерзат келіп кешірім сұрайды. Қазір Нұрғанат та өзі айтты. Ұрып тастаса да сонда сол Шерзат болатын кешірім керек болып тұрды ма сіздерге? Ғайыпбаев Нұрғанат өзі айтты, қазір келеді, өзі кешірім сұрайды дегеннен кейін біз күтіп тұрдық, құрмет сол.